Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін өте керемет, дәмді болып шығатын салаттың бір түрімен бөлісетін боламын. Достар, мені арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мұнда менде 2 килограммдай помидор, 4 дана баклажан және де жарты кило қызыл бұрыш, яғни тәтті бұрышымыз, болгарский, 3 дана сәбізіміз, пиязымыз, 3 дана ас көктерім және 1 бас чесногым, лавр жапырағы және қара бұрыштың майдасы және 2 қызыл ащы бұрышымыз. Ең алдымен дәл осылай видеодағыдай баклажандарыңызды ірі қылып турап алыңыздар. Достар, мұнда инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшама да тіркеле кетіңіздер. Күнделікті сториста мен инстаграм парақшамдамын. Достар, мен үйдегі барлық заттарыммен жасадым. Яғни қазіргі замандағы хит салаттардың бір түрі. Баклажандарыңызды турап, дәл осылай суға салып, үстінен тұз салып, жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Ендігі кезекте пиязымызды барлығында соломка қылып турап аламыз. Сәбізімізді де палауға тураған сияқты текшелеп турап аламыз барлығын. Мінекей, тәтті бұрыштарымызды да дәл солай видеодағыдай турап алыңыздар. Бұлай турауымның себебі салатыңыздың түсі өте әдемі болып шығады. Мінекей, помидорларымызды да дәл осылай керек емес жерін алып тастап, осылай соломка қылып турап шығыңыздар. Енді кезекте бізде чесногымызды 2-ге бөліп, оны да ірі етіп турай беріңіздер. Енді кезекте ас көктерімнің қажет емес жерін алып тастап, майдалап турап алдым. Қызыл бұрыштарыңызды да басын алып тастап, дәл осыдай видеодағыдай турап алыңыздар. Көп болып кетеді десеңіздер, 1 данасын ғана қоссаңыздар болады. Мінекей, мен барлығын турап дайындап алдым. Енді кезекте қызып тұрған қазанымызға көз өлшемімен майларыңызды құйып алыңыздар. Мен өзіме қажеттісін құйып алдым. Ең алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Жақсылап кішкене қызарғаннан кейін үстінен баклажанымыздың суын төгіп, баклажандарымызды да жақсылап қуырып аламыз. Достар, бұл жерде бұл салаттың баклажанды қуыруды көп талап етеді. Баклажанды ең жақсылап қуырсаңыздар, салаттарыңыз дәмді болып шығады. Мінекей, дәл осылай қызарғанша қуырып баклажандарыңызды, дәмді болып шығады. Енді кезекте дәл осылай сәбізімізді салып, үстінен аздап қуырып, оның үстінен тәтті бұрышымызды салып шығамыз. Тәтті бұрышымызды да барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін, үстінен помидорларымызды салып алатын боламыз. Помидорымызды да жақсылап араластырып, кішкене қайнауын күтіңіздер. Кішкене қайнап бастағаннан кейін қапағын жауып 20 минутқа бұқтырып қойыңыздар. Мінекей, уже суы шығып, помидорымның, оның үстінен татымына қарай тұзымды салдым, және де чесногымызды салып алатын боламыз. Қызыл бұрышымызды салдым. Көптеу болып кетеме деп, жартысын кішкене алып қалдым. Жақсылап араластырып аласыздар. Оның үстіне лавр жапырағын салып, және де қара бұрышымды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып, жай отта бұқтырамыз. Асты жабысып қалмас үшін арасында осылай қозғап тұрыңыздар.
мінекей жай отта осылай араластыра отырып 30 минутқа бұқтырып қойыңыздар. Ендігі кезекте үстіне укроптарымызды салып, тағы да араластырып жақсылап, тағы да жарты сағат қайнатып алыңыздар. Мінекей достар, менің салатым дайын. Светі де өте әдемі болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі ерекше болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мұнда банкілерімнің бәрін стерильдеп алып, осылай баклажкамызды құйып алсаңыздар да болады. Егерде арнайы құятын заттарыңыз болмаса, ерімейді, басқа да қылмайды. Жақсы екен. Мінекей достар, крышкасын жауып, жақсылап бұрап алдым. Мінекей менің салаттарым дайын, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.